асығып, тек қана жұмыстары болып, дендеріңізде саулық болып, шаңырақтарында өсім болып, жұмыстастарымыз бар, ағайын тумамыз бар, көршілеріміз бар. Сондай міне бізге тағы да қайталап айтамыз, өте жақсы оқушыларымызсыздар, бізді құрметтеп міне кездесуге шақырып жатсыздар. Біздің алдымыздан талай балалар өтті. Базаркөбе соның ішінде Жұбан атымен өте қатты тығыз. Естеріңізде болса, баяғыда Жайық жағасында Жұбанның үйіне барғанбыз, Теплый деген жерде. Жұбанның аты Базаркөбемен өте тығыз. Мен даже кейбір жерлерде тойларда Базаркөбе барғанда Жұбан атамыздың базаркөбеліктерге арнаған сөздері, өлең жолдары бар. Соны айтамын. Ал енді осы жолы мен сіздерге мынандай өлең жолдан айтқым келеді. Не бір тау, не бір қар орман, не бір түз болсын қуарған, дүниеден өзге жаралған, туған жер деген бұл арман. Ол үшін кім жоқ қуанған, ол үшін кім жоқ мұңайған, келемін ұшып қияннан, құдіреті күшті Құдайдан деген айтқан өлең жолдарымен туған жеріміз аман болсын, туған еліміз аман болсын, Базаркөбе басымыз болсын. Тұрғатынан кездесу жасап өзіміздің сүйікті Орал қаламыз күннен күнге өсіп көркейе берсін, гүлдене берсін, жарқырай берсін. Жанында да берсін, бәріміздің көргеніміз дәл осындай қуанышты кездесу болсын. Бәріңізде балаларыңыз қуанша келсін, немерелеріңіз жұбанша келсін, орындарыңыз дөр болсын, дастарханыңыз мол болсын, қатарыңыз көп болсын, уайым қайғыңыз жоқ болсын. Жастардың қазасын көрмеңіздер, зұлымдардың жаласын көрмеңіздер. Елімізде бірлік болсын, жарасты тірлік болсын. Әулие әмнелер болсын.